Біз әртүрліміз, бірақ бізді біріктіретін құрмет, бізді жақындастыратын түсіністік. Толеранттылық бұл үнсіз қалу емес, түсінуге ұмтылу. Бейбітшілік әлсіздіктің белгісі емес, күшті рухтың таңдауы. Барлық діндердің төркінінде бұл бүкіл қоғамның тұтастығы бейбітшілікте өмір сүру мақсаты тұр. Жаратушы иенің заңдылықтарымен өмір сүру, жаңағы кісі ақысына кірмеу, адамдардың белгілі бір бөліктерінің екінші бір бөліктеріне жаңағы үстемдік жасауына жол бермеу екендігі ол айқындалады. Дінде зорлық жоқ. Яғни дінге адам өзінің шынайы келу керек. Ал оны зорлап, қорққаннан, қорқыту, үркіту арқылы дінге әкелу, немесе алдап, арбап әкелу деген мәселе айтылмаған. Бейбіт өмір бұл кездейсоқтық емес, ол біздің күн сайынғы таңдауымыз, қалауымыз. Ал толеранттылық бұл келісу емес, бұл бірге өмір сүруді үйрену, қабылдай білу, құрметтей білу. Діни бірлік бұл елдің көркеюіне, халықтың өркендеуіне ол міндетті түрде әсер ықпалы болады. Сондықтан да жастарымыздың діннің өзін ғылыми түсініп, толерантты болуы, бір-бірін сыйлауы, өзгелердің мәдениетіне, дініне, тіліне, дәстүріне құрмет көрсетуі бұл мұсылман дініндегі мұсылман азаматтарға қойылатын талаптармен үндесіп жатыр. Осыны жастарымыз ғылыми білгені ләзім. Бейбітшілік әр адамның жүрегінен басталады. Толеранттылық ел болашағының іргетасы.